Башаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде Toyota Camry 40-тық көлемі 2.5 қозғалтқыштың электронды блок жүйесі. Электронды блок жүйе деген компьютер мотордың. Сол көлікте қазір біз Евро 2 прошивкасын реттеп жатқан болатынбыз. Бұл көлікте 92 бензинмен клапандар шықырлайтын болған. Біз зажиганиені кішкене ранее қылып реттеп бердік. Және көлікте катализатор болмағасын, катализатордың контролін өшіріп бердік. Соған қоса көліктің иесіне кішкентай бір бонус жасап берген болатынбыз. Километр 175 километрден аспайтын еді. Қазір біз 255 немесе 250 километрге қойып беретін боламыз. Өйстіп не прошивка реттеледі. Прошивка осындай болып келеді. Карта бұл топливный, бұл өзінің сандары және осы жерден реттейтін таблицадан реттейміз. Осылай міне Toyota Camry'ді өздеріміз реттеп құйып көліктің иесіне жасап береміз.